Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздерге қазақ елінің соңғы ханы Кенесары хан жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, төмендегі қызыл тетікшені басып, арнамызға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Қасым ұлы Кенесары хан 1802-1847 жылы қазақ хандығының соңғы ханы, ұлт азаттық көтерілісінің әйгілі басшысы. Ол өзінің тегі жағынан төре тұқымынан, атасы қазақтың атақты ханы Абылай, арғаталары Шыңғыс ханның Жошы деген үлкен баласынан тарайды. Абылайдың әйелі Қалмақтың Хочумерген, Ноянның қызы Топыштан Қасым сұлтан туады. Кенесары осы Қасым сұлтанның баласы болып келеді. 1822 жылы Ресей үкіметі кіші жүзбен орта жүздегі хандық билікті жойып, аға сұлтан мен сұлтан әкімдер билігін енгізеді. Сөйтіп Ресей үкіметі қазақ елінің ішкі тірлігіне тікелей араласып, өз үстемдіктерін жүргізе бастайды. Осыған қарсы шыққан Кенесары хандық басқару жүйесін қалпына келтіруге күш салады. Ол өз ойын Ресейдің жергілікті әкімшілігіне, сонымен қатар патшаның тікелей өзіне де жеткізеді. Бірақ патша өкіметі Кенесарының талаптарын орындаудан бас тартады. Сондықтан да ол өз мақсатын күшпен жүзеге асыруға кіріседі. Кенесары көтерілісін жер-жерден қолдаушылар көбейеді. Өйткені патша әкімшілігі қазақтардың жерін тартып алып, әскери бекіністер сала бастайды. Көшпелі ел ата қонысынан айырылып, мал жаятын жаңа жер іздеуге мәжбүр болды. Оның үстінен патша үкіметінің алым салығының ауыртпалығы да оларды діңкелетіп біткен еді. Осының бәрі қазақ қауымының наразылығын күшейтіп, оларды Кенесары бастаған көтерілісті жан-жақты қолдауға итермеледі. Көпшіліктің қолдауымен Кенесары 1841 жылы қазақ хандығының ханы болып сайланды. Патша үкіметі кесіп алған жерлерді заңды иесіне қайтару жолындағы күресте Кенесары әскери күштерді ұйымдастыру барысында Орта Азия хандықтарының тәжірибесіне сүйенеді. Ол өз әскерін 100-ге 1000-ға бөліп, жүзбасылар мен мыңбасыларды тағайындады. Әскери тәртіпті бұзғандар қатал жазаланды. Кенесарының сыртқы саясатының басты мақсаты тәуелсіз қазақ хандығын құру болатын. Ол осы мақсатын жүзеге асыру үшін Орта Азия хандықтарынан өзіне сүйеу іздейді. Олардың ішкісіне араласып билеушілерін өз жағына шығаруға күш салды. Хиуа ханы мен Бұқар әміріне өз елшілерін жіберіп, байланыс орнатады. Орта Азия мемлекеттерімен сауда көлемін ұлғайтып, олардан өздеріне қажетті қару-жарақ, оқ-дәрі алып тұрады. Кенесары өз хандығын нығайту үшін біраз экономикалық және саяси шараларды жүзеге асырады. Оның алым-салық саясаты шариғатқа негізделіп, мал өсіретін аудандарда зекетті, егіншілікті аудандарда ұшырды енгізеді. Халықтан алым-салық жинауда арнайы жасауылдар жүзеге асырады. Отты қарумен қаруланған патша әскеріне қарусыз халық жасақтарының төтеп беруі қиын еді. Соған қарамастан Кенесары өзінің аса дарынды қолбасшы екендігін танытып, түрлі әскери тәсілдер арқылы оларға бірнеше рет ойсырата соққы беріп, бірнеше бекіністің талқанын шығарады. Солардың бірі Кенесарының Екатеринбург станциясына жасаған шабуылы. Шабуылдың тұтқиылдан болғандығы сондай, олар тіпті қарсылық көрсете алмай қалады. Осы жолы Кенесарының жігіттері 18 мылтық, 2 пистолет, 18 қылыш, 27 найза қолға түсіреді. Көп жылға созылған күрес негізгі күшін әлсір еткен Кенесары патша әскерінің қысымымен 1846 жылы орта жүзден ұлы жүз қазақтарының жеріне кетуге мәжбүр болады. Мұнда ол қырғызға, манаптарына, Қоқанға қарсы бірге соғысуға ұсыныс жасайды. Бірақ Орман мен Жантай бастаған манаптар оның бұл ұсынысын қабылдамай, орыстың генерал-губернаторы Каптевичке өздерінің Кенесарымен соғысатынын хабарлап, одан көмек сұрайды. Ресей әскери күшінің дем беруімен болған Кекілік тауындағы қазақ-қырғыз арасындағы қақтығыста Кенесары қолға түсіп, қаза табады. Кенесарының тәуелсіздік жолындағы күресі де, және осы жолда тек қана түркі халықтарының күш біріктіруі арқылы оң нәтиже күтіп, әрекет етуде оның кең қарымды саясаткер, көреген стратег екенін айқын аңғартады. Кенесары Қасымов өз айналасында ең адал кеңесшілер мен батырларды халық арасынан отарлық езгіге қарсы ең беделді, белсенді азаматтарды топтастыра білді. Қиын-қыстау шақтағы орта мүдде ұлттың азаттығы үшін осындай әрекетке баруының өзі ұлылық емес пе? Патшаның
бөліп ал да билей бер деген саясаты қазақ даласына кеңінен таралуы, елдің қатты наразылығын туғызуы, оның жақтастарын көбейтуі заңды еді. Сонымен бірге Кенесарыға қарсы шыққан рулар да болды. Кенесары қолы алғашқы әрекетін 1838 жылдың көктемінде Ақмола бекінісін қоршап өртеуден басталды. Қамал бастығы әскери старшина Карбышев пен Ақмола аумағының аға сұлтаны Қоңырқұлжа Құдаймендин төнген ажалдан құтылып кетеді. Кенесары енді торғайға бет бұрды. Кенесары Қасымұлы патша өкілдеріне жазған хаттарында бұл әрекетін Ресей шекараларына жақындатуға ұмтылу, сол арқылы келіссөз процестерін жеңілдету деп түсіндірді. Шын мәнінде батырдың негізгі мақсаты 1836-1838 жылдары Исатай Тайманов бастаған ұлт-азаттық көтерілісі болып өткен кіші жүзді жалпы халықтық көтеріліске қосу болды. 1841 жылы Кенесары хан тағына отырғаннан кейін көтеріліске қатысушылар әскери қимылын үдете түсті. Олар қоқандықтардың елеулі күштері бекінген Жүлек, Ақмешіт, Жаңақорған, Созақ қамалдарын қоршауға алады. Кенесары өзінің басты мақсаты азаттыққа қол жеткізу үшін ортақ жауға қарсы 300-дің күшін біріктіре күрес жүргізуі керек екенін түсінді. Алайда ұлт-азаттық күрестің 1844-1845 жылдары қарқыны үдей түскен кезеңге де қазақтардың басы толық бірікпеді. Көтерілістің бас кезінде қазақтар қарама-қарсы екі топқа бөлінді. Бірі Кенесары жағында болса, екіншісі патшаның жүргізген саясатын қолдады. Кенесары Қасымұлы хан саясаткер, дипломат ретінде қазақтың 300 руларының едәуір бөлігін өз ту астына біріктіре алды. Оның әскерінің жалпы саны кейде 20 мың адамға дейін жетті. Халықтың бас көтеруіне орта жүздің көптеген сұлтандары мен билері қосылды. Кенесары бастаған халық көтерілісінің ауқымы кең болды. Ол 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басындағы азаттық жолындағы өзге қозғалыстардан қазақ рулары көп қоныстанған негізгі аудандарды қамтумен ерекшеленеді. 300 қазақтарының біріккен ұлт-азаттық қозғалысы Ресейді қатты алаңдатты. 1843 жылы 27 шілдеде бірінші Николай империя құрамындағы қазақ хандығына қарсы ең көлемді әскери қозғалыстарға рұқсат беретін басқа мемлекет болмауы тиіс деген қағазға қол қойды. Бір кезеңде патша әскерлерімен және Амыраға келмес сұлтандарымен күрес жүргізген Кенесары 1843-1844 жылдары біраз жеңістерге қол жеткізсе де шегінуге мәжбүр болды. Шегіне келе Кенесары Қырғыз жеріне шекаралас Ұлы жүздің аумағына орналасады. Ханның келесі бағыты қырғыз халқын орыс отаршылдығына қарсы ортақ күреске көтеру болды. Алайда ол манаптар тарапынан күшті тойтарысқа тап болады. Кенесары Қасымы Томақ маңындағы екі жақтың күшін тең емес шайқаста қаза болды. Қазіргі уақытта ел арасында Кенесары ханның басы қазақ даласына қайта әкелінетін болса, барша қазақтың басы қосылып, күшіне күш қосады деп айтылуда. Сіз бұл жайлы не ойлайсыз? Төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздер үшін құттықтаймыз.